Қайырлы күн баршаңызға. Балдың қандай емдік қасиеті мен пайдасы барын білесіз бе? Осы видеода балдың 8 пайдасы жайында айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Бал жеуді күнделікті әдетке айналдырғанда ағзамызда қандай өзгерістер болады? Ондай болса, тоқталып кетейік. Бірінші, таза тері. Бал өте күшті антиоксидант. Ол терідегі тесіктердің бітелуіне және безеу мен терінің ерте қартаюына алып келетін ағзадағы уытты заттарды шығарады. Балдан әртүрлі бетке арналған маскалар жасауға болады. Бал маскасын жасасаңыз, бетіңіз жұмсақ және тегіс болады. Екінші пайдасы ас қорытуды қалыпқа келтіреді. Ас қорытуды жақсарту үшін бір қасық балды қайнаған суда араластырып, таңертең аш қарынға және жатарда ішуге болады. Осындай қарапайым рәсім асқазан ішек жолдары ауруларының алдын алады. Сондай-ақ асқазан жолында бактерияларды жояды және асқазанның шырышты қабығындағы жараларды емдейді. Үшінші, дұрыс ұйқы. Жақсы ұйқы психоэмоционалды денсаулық пен сұлулықтың кепілі болып табылады. Бал тез ұйықтауға ықпал ететін гормон серотониннің өндірілуіне мүмкіндік жасайды. Ұйықтар алдында бір қасық бал жеп жататын болсаңыз, жақсы ұйықтайтын боласыз. Төртінші пайдасы депрессияға қарсы. Балдың құрамындағы глюкоза нейрондар үшін қажет. Ол қанға тез сіңіп, босаңсуға, сіңірдің тартылуын төмендетуге және психологиялық бұзылулардың емдеуге ықпал етеді. Бесінші пайдасы арықтау. Артық салмақтан арылу үшін тәтті жеуге болмайтынын барлығыңыз білесіздер, бірақ ол тәтті бал емес. Керісінше, арықтағысы келетіндерге бал ұсынылады. Ол метаболизмді жақсартып, артық салмақ тез кетеді. Алтыншы, холестерин деңгейін қалыпқа келтіреді. Балдың құрамында холестерин деңгейін төмендетуге көмектесетін микроэлементтер бар. Жетінші, сау тамырлар. Бал жүрек-қан тамырлар ауруларының алдын алады. Зерттеулер көрсеткендей, балдың құрамындағы антиоксиданттар артериялардың тарылуының және қан ұюының алдын алады. Сегізінші бір пайдасы есте сақтау қабілетін жақсартады. Күнделікті бал тұтынатын адамдардың есте сақтау қабілеті әлде қайда жақсы дамыған. Сондай-ақ олардың қартайғанда ұмытшақтыққа шалдығу ықтималдығы нөлге тең. Мінекей достар, денсаулықты нығайту үшін түрлі витаминдерге қыруар ақша жұмсамай, бал тұтынсаңыздар болады. Егер де сізге видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіз. Алда әртүрлі пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын.